Баршаңызға сәлем. Бүгін вупипай тортын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бір ыдысымызды алып, 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне қантымызды қосып, екеуін миксердің көмегімен ағарып көпіргенше араластырамыз. Қантымыз толығымен еруі қажет. Достар, сіздер менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда көптеген тамақтың рецепттері, салаттар, торттардың, пирогтардың, компот жабу түрлері барлығы бар. Сол үшін де жоғалтып алмау үшін тіркеліп қойыңыз. Мінеки жұмыртқамыз бен қантымыз осылай ағаруы қажет. Сол кезде тортымыз көтеріліп әдемі болып пісетін болады. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне 20 грамм какаоымызды қосып, және де үстінен разрыхителімізді қосып, үшеуін жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Енді бір ыдысымызды алып, үстіне 200 грамм сары майымызды саламыз. Оның үстінен Қазақстан шоколадын қосамыз. Екеуін водяной ваннада или болмаса микроволновкамызда ерітіп аламыз. Микроволновкада ерітетін болсаңыздар, өте сақ болыңыздар. Секундтан аз-аздан 5 секунд, 10 секунд сайын қойып, солай ерітіп алыңыздар. 5 секунд қойғаннан кейін алып, тағы бір араластырып, қайтадан 5 секундқа қойып, солай ерітіп алыңыздар. Әйтпесе, шоколадымызды күйдіріп алуымыз мүмкін. Міне мен микроволновкамда ерітіп алдым. Ерітіп алған шоколадымыз бен майымызды тестамыздың үстіне құямыз. Миксерімізбен жақсылап бір араластырамыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырып алғаннан кейін бағана дайындап қойған ұнымызды аз-аздан қоса отырып, миксермен араластырамыз. Қанша мөлшерде қосып жатқанымды видеоның астына описание бөліміне жазып кететін боламыз. Сол жерден көре аласыздар. Міне вупипайымыздың тестасы да дайын болды. Осындай қоюлықта болуы қажет. Енді табамызды алып, үстінен пергаментіне қағазымызды төсеп, үстінен 26 диаметрлі кальсомды қойдым. Енді үлкен қасықпен 4-5 қасық тестамызды саламыз. Одан кейін осылай бір тегіс етіп жайып шығамыз. Қыздар, тестамызды бір тегіс етіп жайыңыздар. Себебі бір жерін қалың, бір жерін жұқа қылып жайсаңыздар, тесталарыңыз қисық болып көтеріліп кетуі мүмкін. Сол себепті бір тегіс қылдырыңыздар. 4 үштік корж шығару үшін осылай пергаментіне қағазымызды алып, 4-5 қасықтан салып дайындап қоямыз. Коржымызды 180-200 градуста пісіріп аламыз. Осылай пышақтың көйлегімен шетін кесіп аламыз. Коржымыз әдемі болып пісіп шықты. Қыздар, 4 коржды 4 пергаментіне қағазға салып, бөлек-бөлек пісіріп алыңыздар. Піскен корждарымызды пергаментіне қағаздан алмаймыз. Тек кремін жағатын кезде ғана шешіп алатын боламыз. Енді кремін жасайтын боламыз. Осындай құрғақ ыдысымызды алып, үстінен творожный сырымызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Қыздар, табақтарыңыз және де миксердің насадкалары құрғақ болуы қажет. Енді үстінен сахарная пудрамызды қосып, жақсылап екеуін араластырып аламыз.
Енді үстіне сливкиімізді қосамыз. Мен екі торттың кремін жасап жатқандықтан барлығын қосып жатырмын. Қанша мөлшерде қосып жатқанымды видеоның астына жазып кетемін. Сол жерден қарап жасайсыздар. Ескертіп кетейін, сливкиімізді араластыратын кезде миксеріміздің жылдамдығын баяу қоясыздар. Одан кейін жай-жаймен жылдамдығын көбейте бересіздер. Сол кезде кремдеріңіз қоюлана түсетін болады. Достар, егер сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап кетейік. Міне біздің креміміз де дайын болды. Осындай қоюлықта болуы қажет. Оны осылай кондитерский мешогымызға салып дайындап аламыз. Енді коржымыздың үстіне кремін жағамыз. Осылай пупипайдың кремін шетіне шариктер етіп жасап шығамыз. Орта жағына кремін осылай жаға саласыздар. Бір тегіс қылып жағыңыздар. Осылай крем жағып болғаннан кейін екінші коржымызды қойып, дәл солай қайталап шығасыздар. Жанына осылай шарик етіп салып шығасыздар кремдерін. Ортасына кремнің былай жаға салсаңыздар болады. Ең соңғы коржын қойғаннан кейін осылай кремін бір тегіс етіп жағып шығамыз. Одан кейін кремін қату үшін холодильнигімізге салып қоямыз. Одан кейін ғана бетіне оформлениесін жасаймыз және де ганашын құятын боламыз. Ганашын жасау үшін осылай бір ыдысымызды алып, Қазақстан шоколадымызды саламыз. Және де оның үстіне 20 грамм сұйық майымызды құямыз. Шоколадымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Ең алдымен 5 секундқа қойып, одан кейін бір араластырып, қайтадан 5 секундқа қойып, солай-солай ерітіп алыңыздар. Себебі шоколадтарыңызды күйдіріп алуларыңыз мүмкін. Тортымыздың кремі қатқаннан кейін осылай үстінен ганашымызды құямыз. Ганашымызды бір тегіс етіп жайып шығамыз. Және де жан-жағына шетте ағызып қойсаңыздар да болады. Тортымыздың үстін әсемдеу үшін жеміс-жидектермен әсемдеуге де болады. Клубника, басқа да шие, малина, тағы да басқа көп жемістермен жасауға болады. Мен бірақта шоколадтармен әсемдедім. Осындай ореоны алып, үстіне қойып шықтым. Достар, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар және де қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің алғашқы видеоларымды ең бірінші болып көріп отырасыздар. Ореомды осы 2-2-ден қойып шықтым. Енді альвини печенемді 2-2-ден қойып шығамын. Осымен біздің пупипай тортымыз дайын болды. Осы менің рецептіммен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады және де көлемі де үлкен болады. Қонақ күткен кезде осы тортты жасап көріңіздер. Сонымен қатар отбасыларыңызда сүйсініп отырып жейтін болады. Дәмі өте дәмді, тәтті болып шығады.
Достар, видеом сіздерге пайдалы болса, маған міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де өз достарыңызбен поделиться батырмасын басып, бөлісіп қойыңыздар. Сіздермен болған Әлия, қош сау болыңыздар.